мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз азан және қамат. Жалпы азан сөзі хабар беру, шақыру, білдіру деген мағынаны білдіреді. Ал терминдік мағынасы әрбір парыз болған намаздарда жамағатты намазға шақыру, яғни азан арқылы білдіру болып табылады. Азанды егерде қалада, ауылда мешіт болып, сол мешітте азаншы азан шақыратын болса, үйде оқитын кісі сол азанды еститін болса, намазды азан дұғасынан кейін азан шақырмай-ақ оқи береді. Ал егер естілмейтіндей жағдайда болса да шақырмайды. Өйткені сол ауылда, қалада мешіт шақырғандық үшін. Жоқ, мен өзім шақырамын дейтін болса, онда пайғамбарымыздың сүннетін орындаған болып есептеледі. Енді қамат мәселесіне келер болсақ, жалпы қамат ер кісі жеке немесе жамағатпен болсын, парыз намазını оқымастан алдын қамат айтады. Қаматты тек қана әрбір парыздың алдында айтылу сүннет, муаккада. Ал қалған сүннет намаздарда, айт намаздарында қамат айтылмайды. Сонымен қатар қаза намаздарда азан шақырылмайды, бірақ қамат айту сүннет амалына жатады. Ал әйел кісілер азанда қаматта айтпай, парызды жеке өзі оқи береді. Құрметті мұсылман бауырлар, егерде сапарға шыққан уақытта, намаз уақыты келгенде, көлікті тоқтатып, сол жерде дауыстап азанды шақырсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім азан шақыратын болса, сол айналадағы барлық нәрсе қиямет күні сол кісінің азан шақырғандығына куәлік етеді дейді. Бұл да пайғамбарымыздың сүннет амалы. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болып нәсіп етсін. Ва ахру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.